Егер де сен интро жасаттың немесе интро қалай жасауды үйренгің келсе, онда саған Дони TV каналын ұсынамын. Көріп тұрғандарындай канал интро жасайды. Жай ғана интро емес, яғни 3D интро. Яғни тексттерін өздерін көріп тұрғандай, айбыш. Жалпы мен өзім интроларымды осы каналға жасатамын, арзан бағаға жасап береді. Және де өте тез уақытта жасап беретін болады. Каналның ссылкасы описаниеда болады. Біз видеомызға кеттік. Барлықтарыңа сәлем достар, сендер мен ұрама. Видеоны қарамай тұрып саған бірдеңе айта кетейін. Бізден қазір көбісі отписка жасап жатыр, және де каналда жайлап активность түсіп жатыр. Егер бұлай жалғаса беретін болсам, каналда видео мүлдем аз шығатын болады. Себебі каналда активность түссе, менде видео түсіруге желание да жайлап азаяды. Бүгінгі видео көшетін болсақ, тағы да бүгін ящиктер ашатын боламыз. Ящиктен 2 мега ящик. Так, менде дейтін әзірге 28 персонаж бар, бірақ бұл әзірге мен аз деп ойлаймын. Маған, енді жоқ дегенде Мортис пен Кроу түссе, мен кәм Суперселге үлкен алғысымды білдіретін едім. Өткен жолғы сәтсіз попыткадан кейін қайтадан бағымызды сынап ашық көретін боламыз. Мен, кстати, 14 так шансты көрсек 13-05 жақсы. Өткен жолы ашқанда 01-52 ма, в общем, сондай оған. Енді так, бүгін әзірге тек 2 мега ящик, 14 кубаске жеткенде берген мега ящик, және де Бравл толықтағы Рома браттан ты крутой деп берген мега ящикті ашатын боламыз. Бірден түсет деген ойдамын. Ал бісмілля деп ашық көрейік. Ал 5 предмет, біріншісінен әзірге түсе қоймайды деген ойдамын. Екіншісіне отвечаю, 60-70% бірден түсу керек. Себебі өткен жолда түспеген, енді бұл жолда түспесе, білмеймін мен не істейтінді. Ал так, 5 предмет. Как всегда үйреніп қалғандай, үйреніп қалдым уже мен негізі айта кететін болсам, аккаунтыме вообще невезучий аккаунт, көріп тұрғандарында 14 кубасте 28 ғана персонаж, кейбір боттарға мықты персонаж түседі. Ал мен, інімнің аккаунтына керем. Мінеки, інімнің аккаунтында дейтін, бұда да 14 кубоктан асқан. Бұл аккаунттан 4 мега ящик, яғни 11.000 кубоктан бұлай ашылмаған заттар, наградалар. Қазір соның бәрін бірге ашатын боламыз. Сосын Бравл толықта 17 награда ашылмаған. Қараңдар, 17 награда. Йопт. Яғни бірдеңе түседі 100%. Шанс дейтін қазір 01-52. Шанс сәл аздау екен. Бірақ көреміз ал. Ал бұда сәттілік болады деген ойдам кеттім ал. 5 предмет. Ештеңе түскен жоқ. Біріншісінен екінші шеллиға өреміз. Так, бісмілля. Так, 6 предмет. 100% бірдеңе түседі енді. Көрдім, явно. Тек гаджет болмаса екен деп ойлаймын. Джин. Жақсы, бірақ мен аккаунтым емес, соған енді кішкене реакция болмайды. Егер өзім аккаунтым болса, жартылып қуанатын едім. Міне. Так. 5 предмет. Ештеңе түсе қоймас. Себебі жаңа джин түскен болатын. Жоқ, бұл емес. Шеллиға өреміз. Шеллиді көтеру керек енді. Ёпсіне, 7 предмет. Так, скрин өтуғайын. 100% надо берейік. Алдында ютубтан бір рет көрдім, 2 персонаж, бір большойдан
бір заттан түседі, мега ешік. Сол сияқты болып қалады. Ал көрейік, явно бірдеңе түседі. Гаджет. Смысл, екі гаджет. Бір персонаж бере қойса бірдеңе кетеміз. Ну, енді ештеңе түспеді. Так, шілеті көтеріп жіберейін. Так, шілеға енді пассивка керек. Онда наградаларды ашамыз жайлап. Шілеға пассивка түседі. Жақсы болып қалар еді. Енді онша көп сөйлемеймін қазір. Білмеймін неге екен, осы ойнап отқанда онша бүйтіп қатты мыжыңдап әңгіме айтып отқым келмейді. Көп сөйлемей аша берейін жайлап. Достар, кстати, мен өзімнің аккаунтымда шілейді жақында 800-ге көтеретін болам. 800 сөйтіп тобон Қазақстанға кіретін болам. Алдында бір ретте 790-ға дейін көтердім. Топ 9 Қазақстан болды. Сосын резко түсіп кеттім 750-ге дейін. Сосын қайттан көтердім. Жаңа 770-ге дейін қайттан көтердім. Келесі видеоларда дұрыстап көтеретін болам. Так, что-то ештеңе түспей отыр. Жиынға береміз. Соңғы ешік. Ну, енді онша көп ештеңе түскен жоқ. Тек сол бірақ жаман емес ол. Бірақ шілеге пассивка түсе ма деп ойлап едім. Бірақ түскен жоқ. Енді 29 персонаж болды. Өзі ары қарай көтере жатар. Енді видеоны лайк басып комментарий жазып кетіңдер. Алдағы уақытта бұдан да қызықты видеолар салатын боламын. Айтпақшы, астына комментарияға өздерің идеяларын жазып кетіңдер. Мені соңғы кезде өзімде идея таусылып жүр, не түсірсем екен деп. Сендермен болған Рома.